Кеудеде намыс қайнап көзім. Бүгін 7 сәуір 2025 жылы 30 жыл толды. 1995 жылы Шқабыр шатқалында Тәжікстан шекарасында 17 сарбаз ерлікпен қаза тапқаны. Гвардейск гарнизонында бүгінгі таңда жеке құрамның арқасында, Гвардейск гарнизонының басшылығының арқасында сол ер азаматтарымызға ерліктеріне тағзым етіп еске алу күні өтті. Өз басым ардагер ретінде Гвардейск гарнизоны басшылығына, жалпы жеке құрамға, осы шараға қатысқан азаматтың бәріне алғысым шексіз. Ертеңгі күніміз жарқын болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай қиын қыстау жағдайлар елімізде болмасын. Сол себептен өскелең ұрпаққа өнеге болып, ертеңгі күнге өсиет қылып, бағдар беретін ардагеріміздерді саны аман есен, еліміз аман, жұртта ортамызда болсын. Барша елімізге жақсылық, амандық тілеймін. Осынау атыраптың болған мен өткенімін, сақшысы тыныштықтың бейбіт күн өткелімін, ерлігім ерлігін тей